Таңғы сағат 7. Телефон безілдеп ұйқыны қақ айырды. Айша көзін әрең ашып экранға қарады. Бейтаныс номер. Бір сәт ойланды. Сосын алды. Алло жауап орнына ауыр тынысы естілді. 1 секунд, 2 секунд, әй, жәлеп деді ар жағындағы әйелдің дауысы тістеніп. Мен сенің шашыңды жұлам. Айшаның жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Кіммін бе? Мен оның әйелі. Қыздың ұйқысы сол сәтте толық ашылды. Кімнің? Сен кіммен тойға барып жүрсің соның? Телефон шырт етіп өшті. Бөлме іші тым-тырыс. Тек сағаттың тықылы ғана. Айша төсекте отырып қалды. Ойы сан-саққа жүгірді. Бұл не болды? Ол ма? Кеше ғана сахнада ән айтып тұрған сәті көз алдына келді. Қасында әрдайым әзілдеп елді күлдіріп жүретін Тамада. Жасы 40-тар шамасында. 3 баласы барын өз айтқан. Басында бәрі жай ғана жұмыс еді. Айша, сенің даусың тойға дәл келеді, бірге жұмыс істейік деген. Алғашында бәрі қалыпты болатын. Сахна, музыка, ақша. Бірақ кейін ол көзқарас өзгерді. Артық қамқорлық, артық хабарламалар. Тамақ іштің бе? Үйге жеттің бе? Саған бірдеңе болып қалмасын, Айша оған мән бермеуге тырысқан. Бірақ бір күні мен саған үйреніп қалдым деген еді ол көлікте отырғанда. Сол сәтте қыздың іші бір түрлі тітіркеніп кеткен. Аға, ондай сөйлеспеңізші деген қысқа ғана. Содан кейін ол шеттен шықты. Мен сені жақсы көрем. Айша сол хабарламаны оқып ұзақ қарап отырған. Сосын бірақ жауап жазды. Маған жазбаңыз. Мен кішкентаймын. Бұл дұрыс емес. Содан кейін блог. Бірақ бүгінгі қоңырау, демек ол әйеліне бәрін айтқан қыздың іші мұздап кетті. Колледжге бара жатқанда оның қолы дірілдеп тұрды. Әр өткен адам күдікті сияқты. Егер ол әйел келсе ше? Сабақ басталғанда да ойы бөлініп кетті. Сол кезде есік қағылды. Барлығы бұрылып қарады. Есіктің алдында сол Тамада күліп тұрған жоқ. Көзінде бір түрлі шаршаған, бірақ қыңыр қарас. Айша осында ма? Деді мұғалімге қарап. Сынып іші тып-тыныш. Айша орнынан тұра алмады. Мұғалім қабағын түйді. Сіз кімсіз? Мен туысымын, деді ол кідіріп. Айша сол сәтте орнынан атып тұрды. Жоқ, ол менің ешкімім емес. Барлығы селк ете қалды. Қыздың даусы дірілдеп шықты. Маған енді келмеңіз. Мені іздемеңіз. Бұл соңғы рет. Тамада бір сәт үнсіз тұрды. Сосын жай ғана. Сен түсінбей тұрсың. Жоқ, сіз түсінбей тұрсыз. Деді Айша қаттырақ. Мен 16-дамын. Сынып ішігу ете қалды. Мұғалім орнынан тұрып, қазір директорға барамыз, деді қатқыл. Ер адамның жүзіндегі сенімділік сол сәтте жоғалды. Ол артқа бір қадам шегінді. Мен тек сөйлескім келген жоқ. Бұл жолы Айша жай ғана айтты. Бірақ даусы анық шықты. Маған сіздің сөйлескеніңіз керек емес. Бірнеше секунд үнсіздік. Сосын ол бұрылып кетіп қалды. Сабақтан кейін Айша дәлізде жалғыз тұрды. Қолында телефон. Белгісіз номерден тағы хабарлама келді. Кешір мені, қыз экранға ұзақ қарады. Сосын өшірді. Нөмірді блокқа жіберді. Терезеден сыртқа қарады. Күн шығып келе жатыр. Жаңа күн. Жаңа шешім. Сол таңғы қоңырау оның өмірін өзгертті. Бірақ қорқыныштан емес. Шекара қоюды үйретті. Ал кейбір адамдар сол шекараны ешқашан түсінбейді.